Құрметті YouTube арнаның көрермендері, мен бүгін сіздерге шытырман оқиғаларды және қызықты оқиғаларды осы YouTube арнаға салып отырамын. Бүгінгі тақырып ағайынның араздығына келін кінәлі емес деген тақырыпты айтатын боламыз. Өмірімдегі басты құндылық отбасы екенін жастайымнан санама сіңіріп өстім. Сондықтан да қандай қиындық болса да шыдауға тура келеді. Шаңырағым шайқалса, менің де жолдасымның да түгі кете қоймас. Тек балаларға қиын. Екі ортада жәутеңдеп бақсыздықтың қамытын киема деп қорқамын. Осыны үйдің үлкендері ойласа нетті. Бұл шаңыраққа тұңғыш келін болып түстім. Босағаны аттаған күннен ақ қайын енем келіннің міндетін тізбектеп айтты. 5 қайыным, 2 қайын сіңлім бар. Олармен тіл табысу маған оңай болған жоқ. Үйдегі жігіттердің бәрі дөрекі. Біреуіне жасаған тамағым ұнамаса, екіншісінің үйдің тазалығына көңілі толмайды. Керісінше қайын сіңлілерім өте мейірімді. Анасына да, ағаларына да ұқсамайды. Менің көңілімді тауып, жылағанда жұбатады. Олардан бөлек күйеуім қамқоршым болды. Көбінесе мені жақтап, інілерін қарсы сөйлетпейтін. Ал ол енеме ұнасын ба? Қатыныңды жақтап, інілеріңмен араларыңа салқындық түсірме. Еркек араласатын тірлік емес деп тыйып тастайтын. Сонда да күйеуім ақылын айтып, дұрыс-бұрыстығын саралап беретін. Тұрмысқа шыққан күн-ақ жұмысымнан қол үздім. Үйдегі тірлік ешқашан бітпейтін. Көшедегі барлық үйге газ тартылған. Үйдің ішіне су кіргізген. Жуынатын бөлме жабдықталған. Ал біздің үйде оның бірі де жоқ. Тіпті ас үйде майдың иісі шығады деп тамақ та істетпейді. Ас дайындау үшін сырттағы жарығы жоқ, жылуы жоқ, сырланбаған ошақханаға баруға мәжбүрмін. Кірді де елдер сияқты кір жуғыш машинада жумаймыз. Аптасына бір рет үйдегі моншаны жағып жуынамыз. Ең соңында әдеттегідей мен қаламын. Сөйтіп түннің бір уағына дейін кір киімдерді жуамын. Кейде күйеуім көмектеседі. Ал күйеуім басқа қалаға кеткен кезде жалғыз өзім жүремін. Қиналған сәттерімде күйеуіме жалақыларыңды жинап, үйге жағдай жасап берші. Жалғыз өзіме қиын. Бұл жұмысты жазда жасау түк емес, қыста қиын болады. Үйде жылысу, жуынатын бөлме болса, үй жылы болса денсаулығым үшін де алаңдамаймын. Інілеріңмен ақылдасып, осы істі жасаңдаршы деп жалынамын. Мұндайда сәл сабыр етуімді, інілерін үйлендіріп аяққа тұрғызып алса, бәрін реттейтінін айтып жұбатады. Өйткені әкесі өмірден өткен соң, үйдегі барлық жауапкершілікті күйеуім өз мойнына алған. Жоғары оқу орнын оқып, диплом алмаған. Жастайынан қара жұмыс істеп, отбасын асыраған. Інілерін оқытып, диплом алып берген. Жұмысқа да кіргізген өзі. Бірақ оның қадіріне жетіп жатқан бауырлары жоқ. Жалақыларын алған соң біреуі киім алса, екіншісі телефон ауыстырғыш. Үшіншісі көлік мінгісі келеді. Үйдің шығыны үшін ешқайсысы басын ауыртқысы келмейді. Бұл әрине жолдасыма ұнамайды. Сондай кезде інілеріне ақша жинау керектігін, азық-түлік коммуналдық төлемдерден басқа той жиын бар екенін, оның бәріне ақша керектігін, демей-ақ бірінен кейін бірі үйленетінін, ақшаны арлы-берлі жұмсамай бір ортаға жинау керектігін, үйге де жөндеу жұмыстарын жүргізу керектігін айтып, ақылға шақыратын. Мұны естіген енем, қатыныңның сөзіне еріп, бауырларыңмен араздаспақсың ба? 1000 рет жалынсаң да бір ініде туып бере алмаймын. Бұларға тиісе берсең, кетеді де қалады. Жұмсаған ақшаңды міндет етіп жүрсің ба деп жылап шығады. Ол кезде де барлық салмақ күйеуіме артылады. Анасының көңілін тауып, жүрегін жібіту үшін күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан қалады. Күйеуімнің бұл күйін көрген соң көбіне үндемеймін. Болашақтан үміттенемін де қоямын. Мүмкін інілері үйленіп, өз алдына отау болған кезде бәрі жақсы болар. Реттелер деген үмітпен өмір сүріп келемін. Жасыратыны жоқ, келіндік өмірімнің алғашқы жылдары өте ауыр болды. Әсіресе қайным үйленген кезде өзімді соншалықты қор сезіндім. Келінім бай әулеттің жалғыз қызы. Енем алдында құрдай жорғалайды.
Келіннің алдында мені төмен санап, үнемі кемсітіп отырады. Ол таңнан кешке деген жұмыста болады. Ал келген соң үйдегі тірлікке қарайласудың орнына енемнің жанына отырып алып, теледидар қарайды. 2 ай бізбен бірге тұруға шыдамады. Қайнымды ертіп әкесі сыйлаған 4 бөлмелі пәтерге көшіп кетті. Күйеуімнің маған жаны ашып, анасына демалыс күндері кіші келінді шақырсаңызшы, абысынына көмектессін, үйдің шаруасына аралассын. Ол да келін екенін сезінсін дейтін. Енем мұны елемейді. Қайта түрлі сылтау айтып, жылы жауып қоятын. Ең ауыры ол менен бұрын құрсақ көтерді. Бұл жаңалықты естіген күйеуім мені сөзбен түйреп, тілінің тікенін батыратынды шығарды. Мұндай азапқа төзгенше ажыратып кетуге талай оқталдым. Бірақ жеңгемнің ылғи да басы ащы болса, аяғы тәтті болады. Шыда, әр істің қайыры бар. Алла сүйген пендесін сынайды. Әлі бақытқа бөленіп, қуанатын күндерің көп болады деген сөздері демеу болатын. Осылайша сүреңсіз күндерім өте берді. Араға 6 ай салып, екінші қайным үйленді. Оның қайын жұрты өзіміз сияқты қарапайым отбасы еді. Келген келінді енем жақтырмады. Есесіне маған жақын болды. Екеуміз сырласып, мұңдасатын едік. Бірге тамақ дайындап, егіз қозыдай бірге жүрдік. Бірақ мінезі шәлкестеу, артық сөз көтере алмайтын. Біраз уақыт өткен соң енем оны да түрткілей бастады. Сондай күндердің бірінде: абысындай, мен мына қорлыққа шыдай алмаймын. Бүгін күйеуімен ашық сөйлесемін. Бөлек шықпасақ ажырасқаным жөн сияқты деді. Иә, қайнымды айтқанына көндіріп, пәтерге шығып кетті. Үйдегі адамдардың саны азайғанымен, жұмысым жеңілдеп жатқан жоқ. Күйеуім екеуміздің арамызда ешқандай мәселе туындамайды. Бір-бірімізбен ұрысып, үйдегілер туралы шағым айтып, сөзге келмейміз. Бірақ арамызда салқындық бар. Ол мен оны жақсы көрмейтін сияқтымыз. Оңаша отырып сөйлеспейміз, сырласпаймыз, армандамаймыз. Жұмыстан келген бойда тамағын жетіре, бөлмеге барып жата қалады. Жалшылық өмірім туралы ата-анама да, бауырларыма да айта алмаймын. Жалғыз сырласым жеңгем. Қамыққанда соған телефон соғамын. Шер тарқатып жеңілдеп аламын. Ол да отбасымды сақтау керектігімді, сабырлы болуымды, шыдауымды айтады. Күйеуің артық сөз айтпайды, ұрып соқпайды, ішімдік ішіп түнімен қыдырмайды деп көңілімді жұбатады. Иә, күйеуімнің артық қылығы жоқ. Анасы мені тілдеп қанша қайраса да жаман мінезін көрсеткен емес. Жалпы ол сөзге еріп, біреудің ығына көнетін еркек емес. Барды бар, жоқты жоқ дейді. Қолынан келсе көмегін аямайды. Мүмкіндігінше зиянын да тигізбейді. Оның осы қасиеті отбасымды сақтап қалуыма септігін тигізді деп ойлаймын. Бірақ ол ақылсыз інілерін жөнге саламын деп ақыл айтса, анасы дереу маған шабуыл жасайды. Менің балаларымды бір-бірімен араздастыратын сен кімсің? Ағайынның арасына ос салушы болма. Өз орныңды біл. Бірақ ауыз сөзбен үйден қуып шығамын. Есігімнен қарай алмай зар боласың дейді. Менің оларды араздастыратын ойымда жоқ. Жеме-жемге келгенде інілері туралы осы уақытқа дейін теріс пікір айтпаған екенмін. Айтқан күнде де сөзімді бастамай жатып, аузымды жабады. Енелер неге келіні туралы жақсы пікір ойлай алмайды екен? Біреудің баласын жөнге салудан бұрын өз жағдайына зер салса болады ғой. Өз баласын соншалықты төмен санағаны ма? Қатынның сөзіне үйретіндей ұл тәрбиелегеніне өзі кінәламай ма? Құрметті аналар, ұлдарыңызды соншалықты қор көрмеңіздерші. Тыңдағандарыңызға рахмет.